biz. Jany aynı sağım, jağın sebilesin. Şimdi bir жылаба, дау және көрес. Бұл әлемнің заңдары деп үйретіп бет, олар бізді алдап. Сәлем, сіздермен бірге жиын тобы, өте керемет өтті, өте қызықты сәттер көп болды. Жаңа деп біз деген жаңадан шыққан топ болғандықтан, жаңадан құрылып жатқан топ болғандықтан кейін өте қатты тәжірибе алыптық деп ойлаймын. Тур барысында жалпы көптеген өзінің бір профессионалдық тұрғыда қиындықтармен қалай күресуге болады, сондай бір кездердің соның бәрін өтіп халықтың алдына өзімізді топ ретінде көрсетуімізге әлі де қанша жұмыс жасау керек, қаншалықты жаңа қалай айтсам болады, әлі алдыда жұмыс көп екенін де біраз байқадық, бірақ әзірде осал емес екенімізді де байқадық. Ең қызықты сәт біз деген біздің Атыраудан Шымкентке 2,5 күн жүрдік. Тек қана біз ғана болып, JNI тобы болып, автобуспен. Біз кеш білді да біздің деген турға баратынымыз, сондықтан билет алып үлгермей қалдық. Содан кейін біз автобуспен жүруге тура келді бізге. Сол кезде өте көп қызықты сәттер болды. Оның біреу қорқынышты, мистический зат деп айтуға болады. Водитель кісі деген Қызылордаға жетпеген жерде тоқтап, бір жерде өшіріп, ұйықтап қалып еді. Оны жын бастырылып, содан бәрімізді шошытып, оятып, шайтан көрдім деп. Содан деген бәріміз деген гаишниктер жүрсе артынан. Сол аластап автобусты. Тур жалпы ең қызықтысы болған. Ол біз мен барынша адамдарды, жанында жүрген адамдарды таныдым. Кім қандай, мінезі қандай, оларға подстраиваться етіп жүресің кей кездері. Және де қатты қиыншылық көрдік деп айтпай қойым, бірақ маған ең қиыны болғаны ол тамақ жағынан болды. Себебі менде асқазанмен кішкене проблемалар бар, сол себепті тамақ жағынан қиын болды. Сол себепті мен тамақ жемедім почти. Ашырым деп айтпай қойын, енді жедім, бірақ барынша жемеуге тырыстым, себебі сосын бір рет ауырып қалдым қатты. Мен толдым ба? Не надо так. Не надо так. Мен қазір 46-мын, вообще-то такая. Өте қатты ұнады, барлық қала ұнады. Шынымды айтайын, ерекшесі Шымкент болған шығар. Себебі менде проблема болып қалды сол кезде. Сол үшін есімде қалатындай қала болды. Бірақ Шымкенттің қарсы алғаны өте мықты болды, рахмет. Себебі мен өзімнің энергиямды халыққа толықтай түрде бере алмай қалдым. Өйткені менде киім жағынан өте үлкен проблема болып қалды. Дәл сахнада өлең айтып отқан кезде. Айтпай қойын десе. Айтпай. Амина. Зарина. Сколько вам лет? Мне 14. Мне тоже 14. Да. Как давно? 2016 года. Да, с 1 сентября 2016 года. Мы такой большой фандом, что мы можем даже найти язык, когда даже стоим в очереди. Мы только что с ней познакомились, только что познакомились и уже сблизились очень хорошо. И теперь мы сейчас будем вместе. Вместе все вместе стоят, там еще наши друзья тоже. Да, мы нашли себе компанию Eagles, даже есть фанбой там. Да, и у меня есть фан-страничка, я тоже рекламирую 91. Мой Бала. Даня. Бала, Алем. Вообще бывает то, что всем мне нравится, но всегда Алем, Бала высвечивается больше. Да. Даняр, вот Бала, потому что он самый молодой. Больше шансов? Да. Да.
счастья, любви, не болеть и не уставать, пожалуйста. Мы очень ждем от вас новых камбэков, новых песен, новых танцев, побольше позитива, чтобы побольше актива было в Инстаграме, самое главное. Да, вот я им желаю только силы, чтобы они были до 2091 года, как говорится. Dorota. Dorota? Okay, how old are you, Dorota? I'm 28. 28. Yes. Okay, and are you Eagles? I'm Eagles. I accidentally found 91 on the internet and I suddenly loved the music. Who's your bias in 91? Everyone. Do you speak Kazakh? Do you understand Kazakh songs? I learned some basics of Kazakhs, but I don't understand. But luckily we have translators in our fandom, so I know what the songs are about. What is your favorite song? Bayao. I don't know what to say. Okay, and you came from Poland. Poland for the concert, correct? Yes, just for the concert. You have many international fans. I hope you know that. There are more and more people around the globe that love you, and you guys are doing a great job. Атың кім сен? Атым бауым, Жасың нешеде? жасым 5-те. 91 тобын ұнатасың? Я, Кімді? баланы Эльзді. Эльз болса, балаларды қатты жақсы көреді, и бала. 91 қандай ән ұнатасың? Ең бірінші, Ең бірінші ол қандай ән? дегенмен олай нет, менде ол менден жоқ бай. Ойтынан ұнай, тебіледі биге сақалайын, десем әдемі сұрамайым. Олай, алмата жерді, он бей қалай, делі қап боп қаяуды алынай. Деуге айтсы нен қайден, ол мен бейем келеді, дегенмен олай нет. I need түкпеді тобым еке. I need түкпеді тобым еке. I need түкпеді тобым еке. Ке. Динара, біз Қытайдан келдім. Иә, China Eagles. Yes. Көп болды, өте көп. Алдында 91 Қытайға барды, Құлжа қаласына. Сонда өте жақсы қарсы алдық, концерт болды, фан-митинг болды. Азамат Зенкаев өте жақсы көрем, менің биасым. Изи бір жағы, ол өте бір түрлі адамды баурап алады. Күлсе де, мысалы, өлеңдерде, рэптерде маған өте ұнайды. Жустур 2091 керемет өтті. Өте ыстық, жылы және сапалы өтті. Әне. Ең қызықты сәттер, білмеймін, Иглздардың істеген әрекеттері бәрі қызық болды. Жалпы сахнаға шығып кету сияқты, тағы да басқа телефон лақтыру сияқты. Сосын біздің өзіміздің жалпы іштегі әртүрлі қызықтар болды, аллергия сияқты. Әлі күнге дейін жалғасып жатқан, неден пайда болған өзіміз білмейміз. Сол сияқты көп нәрсе. 4 жылда біз өзіміз кішкене есейген сияқтымыз, бірақ қартайған жоқпыз. До того толықтай өзгеріп кеттік. Бұл жерде біз емес деген әңгіме сияқты. Сондай сияқты. Ресейден, шынымен де бізге Ресейден адамдар өте көп келді осы жолы. Кеше кинотеатрда айтқан екен ғой. Ұсталыптысың ғой. Өте көп адам келді. Бірақ та қашан қайда шығатынымызды мен айта алмаймын, өкінішке орай. Айтуға болмайды ондай әңгімені. Оны көре жатарсыз. Айтуға оңай негіз, бірақ айтуға болмайды. Сол. 3-4 ай бойына неше түрлі нәрселер болып атты айналамызда. Біз жай ғана үндемей қала алмадық, сондықтан өлең шығарайық деп шештік. Сол. Негізі, солай. Qaraqış, əni təbiqə qavda Gündə ağaçlar
silip qauda Asman tolgan tüm şaşan Kün göz жұмғанды көрінбейді шамдан Тыңдашы әне табиғат жаудан Ол бізге ана соңтан сауап Жері, су, от, жер Бір-біріне тең Қолдауларыңыз керемет Алматы! Менің күлкім мен мұңым сені білем Кімге керек өмірдің бір шынға дейін созылды мен Бірақ кейде көшімді Алматы! Жаны керек сол зұлымға бай